осындай құрылғыларды алып алып судың анализін жасап жүрмін деп айтпай ақ қойыңдар. Гидропоникадағы судың маңызы. Біз де басында тек қана судың pH мен иісін тексеріп жүрдік та, бәрі тұрақты, бәрі дұрыс деп ойладық. Бірақ уақыт өте келе біздің құлпынайларда бір элементтер жетіспеушілігі байқалды. Біз сол кезде тек қана суымызды лабораторияға беріп, толық анализ жасаттық. Бұл біздің бір үлкен қателік болды. Негізі гидропоника бастамас бұрын суыңызды толықтай анализден істеп алған дұрыс. Неліктен? Өйткені біздің гидропоникада, біздің емес, любой гидропоникада топырақ жоқ, резерв жоқ. Сондықтан бүкіл керек қоректі су арқылы бересіз. Осы жерде судың дұрыс, жақсы су болу өте маңызды. Бұйырса келесі видеода судың негізгі параметрлері қандай болу керек, және анализ қандай судың анализін жасау керек екенін видео түсіреміз. Сосын тағы айта кететін, бұл ешқандай мастер-класс, курстар емес. Бұл тек қана біздің өзіміздің басымыздан өткен тәжірибе. Гидропониканы сататын кісілерге бір пайдалы болып қалар деген мақсатпен түсіріп жүрген видеолар. Баршаңызға рахмет.